Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі қайнаған сумен жасалатын құрамы өте арзан сливкисіз торттың рецебімен бөлісемін. Жұп-жұмсақ әрі нәзік болып шығып, балаларыма бірден ұнады. Бұл торттың жасалу жолы өте қарапайым. Ең алдымен илеуіштен өткен ұнға 1 шай қасық разрыхлитель және де 1 шай қасық ас содасын қосып, венчикпен араластырамыз. Үстіне өлшенген қант салып, оны араластырып, құрғақ масса толық араласқаннан кейін, оның үстіне 3 жұмыртқаны салып, және де сұйық майды қосамыз. Осы массаны венчикпен араластырып, массаның басы толығымен біріккен кезде дәл осындай қою масса болып шығады. Келесі кезекте ыдысқа қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Су міндетті түрде қайнап тұрған болуы тиіс. Осы судың үстіне какаоны қосып, какао толық араласқанша оны бір келкі ғып араластырып шығамыз. Алдын ала дайындап алған қою массаның үстіне осы какаоны құйып, бір келкі болғанша оны да араластырамыз. Дәл осындай қаймақтың қоюлығындай масса шығуы тиіс. Мен форманың диаметрін 20 сантиметрге қойдым, және де осы форманың сыртын фольгамен орадым. Массаны осыған құйып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Бисквит піскен кезде беті аздап көтеріледі. Дәл осы көтерілген жерін пышақпен кесіп, шет-шетіне үгіткенге алдым. Дайын болған бисквитті жіптің көмегімен 3 бөлікке бөлдім. Видеода байқағандарыңыздай бисквит толықтай көтеріліп, өте жақсы ауа қуыстары шығып, өте нәзік болып шықты. Достар, бисквитті пісіргеннен кейін міндетті түрде бисквит толықтай суығаннан кейін барып формадан шешіп аламыз. Бисквиттің толықтай көтерілуі және сәтті болып шығуы үшін менің каналымда арнайы видео бар. Келесі кезекте кремін дайындаймыз. Ол үшін 220 грамм 20% қаймақты алып, оның үстіне 380 грамм, яғни 1 банка қоюлатылған сүтті қосамыз. Осы екі массаның арасы бірігуі үшін оны миксермен араластырып аламыз. Осындай қоюлау өте дәмді крем дайын болды. Торт тегіз әдемі жиналуы үшін мен оның сыртына форманы кигізіп алдым. Көз мөлшерімен кремді 3 бөлікке бөліп, арасына толықтай жағып шығамыз. Кремін толықтай жағып болғаннан кейін, бисквиттің бетіне көтеріліп шыққан арнайы кесіп алған бөлігін блендерға салып, немесе оқтаудың көмегімен үгітіп, жан-жағына салғанға дайындаймыз. Достар, менің каналымда қарапайым рецептермен жасалған көптеген жеңіл тағамдардың әртүрлі выпечкалардың рецептері бар. Бөлінген бисквиттердің арасына крем жағып болғаннан кейін, оны сіңуі үшін тоңазғышқа міндетті түрде 2-3 сағатқа қалдырамыз. Алдын ала үгітіп дайындап қойған торттың үгінделерін шет-шетіне әсемдеуге пайдаланамыз, жан-жағына жағып шығамыз. Тортты міндетті түрде 2-3 сағаттан кейін, жұмсарғаннан кейін жеуге пайдаланамыз. Торттың бетін кез келген жемістермен немесе өз қалауыңыз бойынша әрлейміз. Достар, менің каналымда көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.